Оқушылар, Қазақстан тарихын меңгерген кезде ең басты кезең бұл Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Егер де сіз осы тақырыптарды білсеңіз, 5 балл алатыныңызға мен кәміл сенемін. Қазір біз сіздермен кеңес басшыларын қайталап өтейік. 1922-1924 жылдары Владимир Ильич Ленин басқарды. Яғни бұл кезде кеңес өкіметі құрылып, өзінің саясатын жүргізді. Ал 1924-1953 жылдары тоталитарлық кезең деп атаймыз. Бұл кезең қазақ тарихы үшін өте ауыр кезең екенін білесіздер. Бұл кезде сталиндік репрессия, яғни аштық жылдары, ұжымдастыру, яғни бұл кезең Сталиннің есімімен тығыз байланысты. 1953-1964 жылдары жылымық кезеңі, Никита Сергеевич Хрущев, яғни жылымық кезеңі, яғни Сталиндік репрессияға ұшыраған ақтаңдақтарды қайтадан қалпына келтірдік. Сонымен қатар 1964-1982 жылдар арасында Леонид Ильич Брежнев басқарды. Бұл кезеңді біз тоқырау жылдары деп атаймыз. Себебі бұл кезеңде жоспарлы экономика біздің экономикамызға, барлық әлеуметтік салаларға да зиянын тигізді. Сонымен қатар 1982-ден 1984 жылға дейін кеңес өкіметі Андропов басқарса, 1984-тен 1985-ге дейін Черненко басқарғанын сіз білуіңіз керек. Ал 1985 жылдан бастап Горбачев билікке келіп, кеңес өкіметінде қайта құру және жариялылық саясатын енгізді. Бұл саясат біздің 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына дейін жалғасып, тәуелсіздігіміздің алуымыздың алғы шарттары болды. Егер де сіз хронологияны білгіңіз келсе, Қазақстанның қазіргі заман тарихынан маңызды оқиғаларды білгіңіз келсе, маған қосылыңыз.